Біріншіден, Аллаға сенетін адам. Қазіргі қоғамда талқыланып жатқан нәрсе бір Аллаға сүйіну. Муфтиіміз былай деді, бір ақындарымыз былай деді, біреулеріміз ойбай муфти кетсін деді. Осыған дейінгі муфтилеріміз керісінше әр уақыт табылмау керек деп айтты. Мен ол емес талқылайын деген. Ол нәрсеге кірім келіп тұрған жоқ. Бірақ мен мынау Джоханның сөзіне риза болдым да. Ол не дейді? Мен бір Алладан сұрадым. Аллаға сенетін адам. Бір Алла маған көмектессінші деп. Үнемі не нәрсе болса да бірінші Алламен бөліскен жақсы да. Аллах тағала осындай жағдай болып тұр басында. Осындай жағдайда мені құтқаршы, Аллах тағала. Ол бизнесте, тірлікте, кино түсіруінде қарап отырсаң былай. Басқа біреуден сұраса болады еді ғой. Тимур Бекмамбетов, Ақан Сатаев, тағы басқа біздің қазақтың белгілі бір режиссерлар бар. Одан бөлек Россияда бар, Америкада бар, мысалы. Солардан сұраса болатын еді. Басқа не вариант? Кім құтқарады сені? Жоқ. Бір Алладан сұрадым дейді. Бір Алладан сұрадым. Не нәрсе болса да бірінші Алламен бөліскен жақсы да. Қаншама құйған ақшасын 10 есе қайтарып алған. Ол қазақстанский фильмді. Сондықтан да құрметті қазақстандықтар, кім не десе де о десін, бір Алладан сұрайық, бір Алладан жалбарынып, соған ғана сенейік.